Құрметті ата-ана, балаларыңыз екі орынды сандарды көбейтуден қиналып жүр ме? Онда мына әдісті үйретіңіз. Алдымен 21 санын жасаймыз, оған 31-ді көбейтеміз. Енді біз көбейту кестесімен шығаратын болсақ, ұзақ уақыт алады, немесе ұмыту барысында шығаратын болсақ, қиналып қалуымыз мүмкін. Ал біз мына әдісті қолдансақ, сіздің балаңыз кез келген 2 немесе 3 орынды сандарды тез арада шығарып алады. Ол үшін алдымен 2 мен 3-ті көбейтіп аламыз, сызып қоямыз, ортасын 1 мен соңғы 1-ді көбейтіп аламыз. Сосын оған 2 шеткі сан мен 2 ортаңғы сандарды көбейтіп бір-бірлеріне қосамыз. Қайтағы есеп шығарып көрейік. 43-ке 21-ді көбейтейік. Олайық, алдымен 2-ге 4-ті көбейтеміз, 8 сызық шығуға қойып 3-ке көбейтеміз. Сосын 4-ті 1-ге, 2-ні 3-ке көбейтеміз. 10. Енді 10 болғандықтан 9-дан үлкен сан, сондықтан 0-ін жазып, 1-ін алдыға береміз. Сонда 903 шығады. Сенбесеңіздер калькулятормен тексеріңіздер. Енді 43-ті 63-ке көбейтіп көрейік. Ол үшін жаңағы әдіс бойынша 4-ті 6-ға көбейтіп аламыз. Ортасына сызықша қойып 2-ні 3-ке көбейтеміз. 6 болады. 4-ті 3-ке, 6-ны 2-ге көбейтеміз. Осынысы 24, 4 түсіп 2 ойда болады. Алдағы 24-ке 2-ні қосамыз, сонда 2046 болады. Келесі 22-ге 32-ні көбейтейік. 51-ге 63-ті көбейтейік. Сосын 82-ні 51-ге көбейтейік. Сәл ойланып көріңіздер, жаңағы әдістер бойынша шығаруға бола екен. Бірінші есепте 6-ны 3-ке көбейтеміз, 2-ні 2-ге көбейтеміз, 4, 2-ні 2-ге көбейтеміз, 4, 2-ні 3-ке көбейтеміз, 6, 10, 0 түсіп бір ойда. Бұра жаңағында әдіспен көбейтеміз, арада 3213, 8261, 82-ге 51-ді көбейтеміз, 5-8 40, 1-2, 1-8-8, 10-18 түсіп бір ойда 40-қа бір қосылады, 48 болады. Осылай шешуге болады екен.